Сәлеметсіздер ме, құрметті курсқа қатысушылар? Бүгін біз кезекті сабағымызды бастаймыз. Сабағымыз 5-ші модульдің 3-ші сабағы. Сабағымыздың тақырыбы оптика. Оптиканың ішінде геометриялық оптика тақырыбы балалар. Жалпы оптика деген тарау бұл физиканың жеке бөлімдерінің бірі. Қандай бөлім дейтін болса, ол бізде үлкен бір ұғым бар. Жарық деген, яғни жарықты сипаттап, жарық туралы барлық ақпаратты беретін, жарықты қарастыратын физиканың негізгі бөлімі болып табылады. Оптика жалпы айтқан кезде жарықтың пайда болуымен, таралуымен, басқа заттармен әсерлесуімен байланысқан заңдылықтар мен құбылыстар зерттелетін физиканың бөлімі. Жалпақ тілмен айтқанда жарықты қарастыратын бөлім деп те айтсақ болады. Балалар оптиканы, яғни жарықты балалар 3 түрде қарастырамыз. Геометриялық оптика, толқындық оптика және кванттық оптика деген оптиканың 3 түрі бар екен. Соның ішінде геометриялық оптика ол жарық сәулесі мен жарық шоғы туралы ұғымдар қолданылатын оптиканың бір бөлімі. Яғни геометриялық оптикада өзінің аты айтып тұрғандай жарықтың басқа қасиеттері ескерілмейді. Толқындық және кванттық қасиеттері ескерілмейді. Өзінің атында айтып тұрғандықтан жарықты геометрия тұрғысынан қарастыратын боламыз. Қарастыратын бөлім геометриялық оптика деген. Геометриялық оптиканың 5 негізгі заңы бар, бұны есімізде сақтаймыз. Жазып аламыз тура осылай. Геометриялық оптиканың негізгі 5 заңы бар. Біріншісі жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Яғни бірден жазып өтеміз бұл заңды. Бұл қатып қалған заң. Яғни жарық біртекті мөлдір ортада түзу сызықпен таралады деген бұл негізгі заңы. Кәдімгі өзінің атында айтып тұр, жарықтың түзу сызықты таралу заңы деп тұр. Жарық біртекті мөлдір ортада жарық түзу сызықтың бойымен таралады деп жазып аламыз. Бұл ережесі. Келесі екінші заңы балалар жарық шоқтарының таралуының тәуелсіздік заңы. Жарық шоқтарының таралуының тәуелсіздік заңы. Жарық шоқтарының тәуелсіз таралу заңы. Балалар, мына жерде кішкене. Жарық шоқтарының тәуелсіз таралу заңы. Яғни жарық сәулелері бір-бірімен кездескенде біріне бірі ұйытқу тудырмайды дейді. Балалар, ұйытқу деген былай балалар. Мысалы, мына жақта былай істейікші міне. Мына жақта бір жарық көзі болсын, фонарь болсын, және мына жақта тағы бір фонарь болсын. Осы екі жарық көзінен міне жарық таралды. Екі жарық көзінен жарықтар бір-біріне қиылысқан кезде бір-біріне кедергі жасады ма? Яғни бір-біріне кедергі жасамайды. Әр жарық, жалпақ тілмен айтқан кезде әр жарық өз жолымен ары қарай жалғасып кете барды. Яғни жарық шоқтарының тәуелсіз таралу заңы деген осы балалар. Жарық сәулелері бір-бірімен кездескен кезде бір-біріне кедергі тудырмайды. Кедергі деп жазып қойыңыздар. Жарық шоқтарының тәуелсіз таралу заңы деңіздерші. Жарық шоқтарының тәуелсіз таралу заңы. Үшінші заңы балалар жарықтың шағылу заңы. Төртіншісі жарықтың сыну заңы. Бесіншісі жарықтың ішкі шағылу заңы. Балалар, бұлармен қазір танысамыз. Жеке-жеке танысамыз. Осы бесеуінің түрлерін жазып аламыз балалар. 5 түрлі заңы бар. Жаттаймыз. Және тесттерде келеді ғой. Жарықтың геометриялық қасиетін түсіндіретін ұғымдарды көрсетіңіз деген кезде арасынан осындай заңдарды кездестірсек геометриялық оптикаға келеді деп белгілеуімізге болады. Бұған қатысы жоқ сөздер, мысалы интерференция, дифракция дейтін болса, ол геометриялық оптикаға қатысы жоқ. Сондықтан бұл бесеуін жаттап аламыз. Ережесімен қазір ережесі түсіндірілгеннен кейін. Жалпы жарық деген не? Жарық дегенді біз айтып келе жатырмыз. Күрделі ұғым деп. Жарықты, яғни осы жаңа 3 түрде қарастырамыз дедік қой. 3 түрге байланысты жарықтың ережелерін осы 3 түріне байланысты жіктеп айтып көрейік. Жарықтың сәуле екенін білдіретін, яғни алғашқы жарық табиғаты туралы түсініктер гректер мен египеттіктерде пайда болған екен. Жарықты
зерттеген Пифагор, Аристотель, Архимед, яғни осы ғалымдар зерттеген деп дегенде нелер бар, ақпараттар бар, иә. Жарықтың корпускулалық теориясы. Жарық дегеніміз ол жарқыраған денелерден шығатын жарық ағындары, яғни корпускулалар деп Исаак Ньютон атамыз айтып кеткен екен. Толқындық теория тұрғысынан жарық дегеніміз ол электромагниттік толқындар деп айтқан екен Гюйгенс пен Френель. Кванттық теория бойынша жарық дегеніміз әрқайсысы электромагниттік толқынның бөлігі болып табылатын бөлшектер, яғни кванттар ағыны деп Планк пен Эйнштейн атамыз айтып кеткен екен. Сонымен дұрыстап есімізде сақтап алайық, иә. Жарықты толқын тұрғысынан қарастырған кезде жарықты кәдімгідей электромагниттік толқын деп айтады екенбіз. Иә? Толқын деп қарастырған кезде, яғни электромагниттік толқындар дегенді өттік қой алдыңғы сабағымызда. Яғни толқынның бүкіл қасиеттерін осы жарыққа әкеп айтып, толқын кезіндегі электромагниттік толқын кезіндегі құбылыстарды да осы жарық толқынына байланыстырып айтып кетеді екенбіз. Ал геометриялық неге байланысты айтқан кезде жарықты кәдімгі бір түзу сызық арқылы жарық түзу сызықтың бойымен таралады деп айтып жатырмыз, иә, ол шағылады деп жатырмыз, яғни геометриялық сызықтар арқылы біз оның қасиетін зерттеп есептер шығарады екенбіз. Кванттық теорияға байланысты жарықты айтқан кезде жарықты тасымалдаушы бір бөлшек бар деп тұр, иә. Яғни ол бөлшектер кванттар ағыны деп айтты. Яғни өзінің атында тұрғандықтан жарықты кванттық теория кезінде ғана жарықты тасымалдайтын бөлшек бар деп қана айтылады. Осы кванттық оптика тарауын қарастырған кезде ғана. Яғни үш түрлі көзқарас, яғни бұл үшеуінің барлығы дұрыс дәлелденген, бір үшеуінде жаттаймыз балалар, иә. Үш анықтаманы да жаттаймыз. Ары қарай кеттік. Жарық құбылыстарының зерттелуі әртүрлі оптикалық құралдарды жасауға мүмкіндік берді дейді. Оптикалық құралдарды білеміз, микроскоп, фотоаппарат, телескоп, лупа, линза деген сияқты тағы да нелер бар, иә. Осы микроскопқа қолданылатын, фотоаппаратқа қолданылатын негізгі оларды қарастырамыз тағы да. Жалпы жарық дегеніміз көрінетін сәуле шығару деп айттық, көрінетін денелерден шыққан жарық деп те айтып жатырмыз, иә. Жарықтың әсерлері бар балалар, электрлік, химиялық және жылулық. Өзінің мағынасына қарай мына суреттерге қарап ажыратып алуға болады балалар, иә. Электрлік қасиеті қайсы, химиялық қасиеті қайсы, жылулық қасиеті қайсы дегендерге жауап алуға болады. Қиын емес деп ойлаймын. Жарық көздері, яғни жарық шығаратын денелер жарық көздері болып табылады. Жарық көздерінің балалар екі түрі бар: дербес жарық көзі, шағылған жарық көзі. Дербес жарық көзінің өзі жылулық, люминесценциялық, плазмалық болып бөлінеді. Фотоларға дұрыстап қарайтын болсақ, жылулық деген ол қалай, плазмалық деген ол қалай, люминесценциялық деген қалай ажыратып жаттап алуға болады. Шағылған жарық көздері міне көрсетіліп тұр. Назар аударып қарап аламыз. Жарыққа байланысты жарық сәулесі деген ұғым бар балалар. Жарық көзіне келген жарық энергиясы бойымен тарайтын сызық. Жарық шоқтары дегенде ұғым бар. Жарық шоқтары дегеніміз ол берілген, әрі шектелген бағытта тарайтын жарық сәулелерінің жиынтығы болып табылады. Және нүктелік жарық көздері деп аталатын ұғым бар. Яғни жарық көзінің өлшемдері жарық көзінен бақылаушыға дейінгі қашықтықпен салыстырғанда өте аз болса, мұндай жарық көздерін нүктелік жарық көз деп атайды. Мысалы, күн, иә, күн жұлдыздарды да жатқызуға болады. Мөлдір денелер деген ұғым кездесуі мүмкін. Мөлдір денелер ол су, ауа, шыны сияқты өздерінен жарықты өткізетін заттар, иә. Мөлдір емес денелер деген ұғым бар, олар ағаш, пластмасса, темір сияқты өздерінен жарықты өткізбейтін заттар. Жартылай мөлдір денелер деген бар, жарықты толық өткізбейтін заттар. Мысалы, минералды шыны, воск деген сияқты, иә. Көлеңке, жарыққа байланысты көлеңке ұғымын барлығымыз білеміз. Яғни кеңістіктің мөлдір емес нәрсенің артындағы жарық түспейтін бөлігін
көлеңке деп атаймыз, иә. Экранға түсіп тұрған жарық шоғының жолына бір кішкене мөлдір емес шар қояйық. Кеңістікте шардың артында конус тәрізді көлеңке, ал экранда дөңгелек түріндегі көлеңке пайда болды. Егер жарық нүктелік деп есептеуге болмайтын үлкен шам болса, онда экрандағы толық көлеңкенің айналасында өте қараңғы емес екі аймақ шала көлеңке пайда болады. Яғни үлкен шамды нүктелік жарық көздерінің жиыны деп алуға болады. Мына жердегі суретке қарай отырып, қандай көлеңке нақты көлеңке, қай көлеңке шала көлеңке екенін аңғаруға болады. Және көлеңке жарық көзінің орналасуына байланысты да әртүрлі бағытқа ауысады екен, оны да білеміз. Күн мен айдың тұтылуы жарықтың түзу сызық бойымен таралуына мысал бола алады. Және мына суретке қарайтын болсақ, нүктелік жарық көзінің алдында тұрған мөлдір емес дененің көлеңкесін қай нүктеге сәйкес келетіндігін анықтау үшін біз не істейді екенбіз? Мына жарық көзінен мына дененің, мына суретте көрсетілгендей, мына денеге қарай түзу сызық жүргіземіз. Және де дененің мына екінші жағымен қиылыстырып тағы түзу сызық жүргіземіз. Сонда көлеңкеміз бізде мынау дене болып тұр ғой, нысан дене деп айтсақ болады. Нысаннан мына жерде көлеңкеде МП аралығында көлеңке пайда болады деп түсіндірсек болады, балалар. Келесі. Бізді қоршаған денелерді қалай көреміз? Жарық сәулелері қандайда бір бетке түскен кезде одан жартылай немесе толық шағылады. Яғни кез келген дененің бетіне жарық түсірсе, оның бір бөлігі ол беттен шағылады да кеңістікте тарайды. Яғни осы құбылысты жарықтың шағылуы деп атаймыз. Яғни бізді қоршаған денелерді біз қалай көреміз дегенде шағылу заңына байланысты көреміз, балалар. Жарықтың шағылуының, балалар, екі түрі бар: диффузиялық және айналық. Диффузиялық өзінің атында тұрғандай жарық түсетін бет кедір-бұдыр бет болады. Мына суретке қарасаңыздар, жарық кедір-бұдыр бетке түссе, одан шағылған жарық шашырайды. Мұны диффузиялық шағылу деп атаймыз. Суретте тұрғандай. Егер жарық мұқият тегістелген немесе айналық бетке түсетін болса, одан шағылған жарық шоғы параллель шоқ түрінде тарайды. Мұны айналық шағылу деп атаймыз, балалар. Суретімен осылай. Мына жердегі суретпен бірге сызып жазып аламыз ережесін, балалар. Бұл да тестта келеді. Енді айналық бет деген не? Жалпы айна деген не? Айна деген біз күнделікті өмірде қолданамыз ғой. Айналық бет дегеніміз ол түскен жарық энергиясының басым бөлігін шағылдыратын, яғни жарықты ол түскен ортаға қайта бағыттайтын бетті айтады. Мөлдір емес, айна деген. Жарықтың шағылу құбылысын сипаттауда қолданылатын негізгі түсініктер, балалар: түсу бұрышы, шағылу бұрышы. Мынау түсу бұрышы, балалар. Мынау шағылу бұрышы. Түскен сәуле, шағылған сәуле, нормаль, және де мынау жазықтық, жарық белгілі бір бетке түседі ғой, яғни сол бет деп айтсақ болады, және жарық көзі. Түсу бұрышы дегеніміз, түсу бұрышын альфа деп белгілейтін болсақ, түскен сәулемен екі ортаны бөлуші бетке түсу нүктесінде тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрыш. Мынау перпендикулярымыз нормаль деп тұр ғой, сол. Шағылу бұрышы дегеніміз, мынаны альфа дейтін болсақ, шағылу бұрышын бетта деп жазып қойыңыздар, мынау альфа, мынау бетта. Шағылу бұрышы дегеніміз шағылған сәулемен екі ортаны бөлуші бетке түсу нүктесінде тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрыш, ол шағылу бұрышы деп аталады. Тура осылай жазып аламыз, немесе есімізде сақтап аламыз. Түскен сәулемен мына перпендикулярдың арасындағы бұрыш түсу бұрышы, шағылған сәулемен мына перпендикулярдың арасындағы бұрыш шағылу бұрышы деп аталады. Қиын емес, жазып жаттап аламыз, балалар. Жарықтың шағылу заңына тоқталайық, балалар. Енді жарықтың шағылу заңы деп жазып қоямыз, енді ережесін жазамыз. Жарықтың шағылу заңы дегеніміз бірінші ережесі: түскен сәулемен шағылған сәуленің түсу нүктесінен шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикулярмен бір жазықтықта жатады.
түскен сәуле және шағылған сәуле және түсу нүктесімен бірге тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады деп ережені жазып аламыз балалар. Екінші ережесі балалар, шағылу бұрышы мен түсу бұрышы өзара тең деп жазып аламыз. Мына жерде көрінбей қалыпты. Шағылу бұрышы мен түсу бұрышы өзара тең. Балалар, түсінікті болу үшін альфа және бетта деп жазып қойыңыздар, жақсы ма? Бұл шағылу заңының ережесі, мынаны сызып аламыз. Так, енді бұған қандай есептер келеді? Мысалы, мынау түсу бұрышы 30 градус деп келу мүмкін. Табу керек сізге шағылу бұрышы қанша? Жарық белгілі бір бетке 30 градус бұрышпен түсті. Шағылу бұрышын анықта десе не істейміз? Екеуі тең, ешқандай есептеу жүргізбейміз. Бетта тең болады 30 деп айтамыз. Немесе 45-60 деп келуі мүмкін. Немесе түсу бұрышы мен шағылу бұрышы толықтай 50 градусқа тең. Яғни түсу бұрышы мен шағылу бұрышының қосындысы 50 градусқа тең. Түсу бұрышы мен шағылу бұрышы нешеге тең десе не істейміз? Екеуін екіге бөліп жүреміз, 25 градус. Түсінікті ғой? Осыған ұқсас тапсырмалар келеді балалар. Сол себепті тек осы заңдылықты ғана қолданып, шағылу заңына осы заңдылықты қолданып шығара береміз есептерді. Балалар, шағылудың қолданысы дейді. Шағылудың қолданысы, шағылу заңының қолданысы ауқымы өте кең, күнделікті өмірде қолданамыз, медицинада қолданамыз, әскери істе, автомобильдерде қолданамыз. Мына суреттерден дұрыстап қарасаңыздар болады. Так. Жазық айнада кескін алу дейді. Так, айнаны айттық қой және ережесін. Енді жазық айна дегеніміз беті тегіс айна ғой, былай айтқан кезде. Мысалы, жазық айнадан кескінді қалай аламыз? Мына қызыл, мына сызық кәдімгі айнаның алдында тұрған нәрсе болсын, адам болсын, нәрсе болсын. Осы нәрседен кескіндерді алу үшін бізде мынандай кескін алған кезде балалар, мысалы, мынау дене мына жерде тұр. Бұлай жазамыз. Мына жазықтықты сызамыз. Бұл айна. Мынау дене. Прямо осылай жазамыз. Мынау кескін балалар. Кескін. Так, мына аралық денеден айнаға дейінгі. Дене, нәрсе деп жазылады кейде. Нәрседен айнаға дейінгі арақашықтық D болсын. Айнадан кескінге дейінгі арақашықтық F болсын. Бұлай жазайық. D дегеніміз бұл нәрседен айнаға дейінгі қашықтық. Бұл белгіленуді жаттап алу өте маңызды балалар. F деген ол айнадан, айна тұр ғой, айнадан кескінге дейін қашықтық. Кескіннен айнаға дейінгі немесе айнадан кескінге дейінгі қашықтық. Мен қысқартып жазам, әдеттегідей, сіздер толық жазасыздар өздеріңізге түсінікті болу үшін. Так, өлшем бірліктері метр балалар. Есеп шығару барысында. Енді жазық айнаның негізгі қасиеті бойынша D мен F өзара тең болады. Яғни дене айнаға дейін қандай қашықтықта тұрса, кескін де сондай қашықтықта алынады екен. Кескін. Кескін деп отырғанымыз, мысалы, біз өзіміз айнаға қараймыз ғой, жазық айнаға қараған кезде біз өзімізді көреміз. Сол өзімізді көрген кезде айнадан кескінге дейінгі қашықтық пен адамның айнаға дейінгі қашықтығы өзара тең. Бұл жазық айнаның негізгі қасиеті балалар. Және де кескіннің өлшемі өзгермейді. Яғни жазық айнадан кескіннің өлшемі өзгермейді. Тура қандай кескін, тура солай біз нәрсені көреміз айнадан. Түсінікті ғой? Өлшемі өзгермейді, яғни нақты өлшемді. Міне жазылып тұр. Және тура деп отырғанымыз, кейбір айналарда біз өзімізді төңкеріп көріп қалуымыз мүмкін, немесе кішірейіп көріп қалуымыз мүмкін деген сияқты. Төңкеріп қой көп жағдайда. Яғни жазық айнада біз кескінді тура көреміз. Қалай бар, солай көреміз. Және де кескін жалған. Жалған кескін. Тура осылай жазып аламыз балалар.
Бұл жазық айнаның негізгі қасиеті екен. Енді балалар, жазық айнаның алдында тұрған нысанның сипаттамалары дейді. Жаңағы сипаттамада айтылмай кеткен нәрсе ол биіктік. Биіктік деген мына балалар, дененің биіктігі кішкентай h деп белгіленетін болса, кескіннің биіктігі үлкен h деп белгілейміз. Солай жазайықшы. Кішкентай h дене биіктігі немесе нәрсе деп жазайық. Көп жағдайда балалар тапсырмаларда нәрсе деп жазылып тұрады. Яғни ол дене деген сөз, дене биіктігі. Өлшем бірлік ода да метр. Үлкен h деп ол кескіннің биіктігін айтамыз. Кескін биіктігі. Осылай жазып алыңыздар. Келесі ары қарайғы геометриялық оптикада түсіндірілетін ұғымдар бар ғой, кейбір жазық айнадан да басқа, мысалы линза деген бар, сол кезде де керек болады бұл ұғымдар. Сонда кескіндері, кескін өлшемдері нысан өлшемдеріне тең дейді. Яғни нысан деп отырғанымыз ол дененің биіктігі, мынау кескіннің биіктігі өзара тең. Және нысаннан айнаға дейінгі қашықтық айнадан кескінге дейін қашықтыққа тең. Жаңа біз айтып өттік, D-ның F-қа, D мен F тең болады деп. Яғни мына жерде кішкене сөздер ауысып тұр. Жаңағы сөздермен жаттап алсақ болады балалар, нәрседен айнаға дейінгі қашықтығымыз D мен айнадан кескінге дейінгі қашықтығы F екеуі тең. Және кескін жалған болып табылады. Кескін тура болады. Жаттаймыз мұны балалар. Жаңағы жазған артық ештеңе сызбай-ақ қойыңыздар, жаңағы жазған суретке ережелердің астына мынаны қосып жазып аламыз, болды. Мыналарды да жазамыз. Келесі. Мысалы, балалар, мынандай тапсырма болады. Мысалы, екі айнаны бір-біріне қандай да бір кез келген градус бұрыш жасап орналастырып қояды, сол айнадан неше кескін көруге болады деген тапсырмалар көптеп кездеседі. Яғни екі жазық айнаны бір-біріне бұрыш жасап орналастырған кезде неше кескін пайда болғанын анықтауға арналған формула бар, балалар. Бұл мына формула. Яғни n дегеніміз ол кескін саны. Кескін саны. Альфа деп отырғанымыз екі жазық айнаның орналасу бұрышы. Солай жазайық, екі жазық айнаның орналасу бұрышы балалар. Енді есептеп көрейік. Мысалы, егер екі жазық айнаны үстелдің үстіне бір-бірімен 72 градус бұрыш жасайтындай етіп вертикаль орналастырып, олардың арасында бір нәрсені қойсақ, онда айналардан барлығы неше кескін көруге болады дейді? 4 кескін көруге болады дейді. Шынымен есептеп көрейік. n тең болады 360-ты 72-ке бөлеміз, азайтамыз 1-ді. Яғни 360-ты 72-ке бөлсек балалар 5, 5-тен 1-ді азайтсақ, шындығында да 4 шығады екен. Яғни оны біз ойдан құрап алмаймыз, формулаға салып шығарады екенбіз. Түсінікті ғой балалар, Енді тапсырма керісінше келуі мүмкін. Сондай жағдайда бізде альфа керек болып қалатын болса, мысалы, айнадан, екі жазық айнадан 6 кескін алу үшін оларды неше градусқа орналастыру керек деген тапсырма болып қалуы мүмкін, Ол үшін біз не істейміз? 360 бөлінген альфа минус 1 тең болады 6 деп жазып аламыз да. 360 бөлінген альфа тең болады 1, мына жаққа плюс болып барады, 7 болады. Альфаны табу үшін не істейміз? 360-ты 7-ге бөлеміз. Мысал ретінде айтып отырмын балалар, Яғни математикалық негізгі пропорцияның негізгі заңдылығы арқылы біз формулаларды түрлендіріп шығара береді екенбіз балалар. Нәрсенің жазық айналарда бірнеше рет кескінделуінің өмірде қолданылуы балалар мынандай оюлар, өрнектерді құрастыру үшін қажет екен. Және фотосуреттердегі матаға, ағашқа, кілемдерге, обойлар, театр декорациялары үшін қолданылуы мүмкін дейді. Келесі балалар, бізде сфералық айналар. Айнаның түрлеріне тоқталайық балалар. Айнаның екі түрі бар, жазық және сфералық деген. Жазыққа біз тоқталдық. Қазірде тағы да анықтамасын айта кететін болсақ, жазық айна дегеніміз ол тегіс өңделген және шағылдыратын қабатпен жабылған бет.
Бұны жазып аламыз, өзінің атында тұрғандай тегіс өңделген және шағылдыратын қабатпен қапталған бетті айтамыз. Ал сфералық айна дегеніміз ол шағылдыратын беттері сфералық беттер болып келетін айна. Яғни сфера деген не екенін білеміз ғой, геометриялық пішім. Сфералық айнаның балалар өзінің екі түрі бар, дөңес және ойыс деген. Яғни сфералық айнаның дөңес сфералық айна түрі бар және ойыс сфералық айна деген екі түрі бар. Оларды ажырату қиын емес. Егер сфераның сыртқы бетінен шағылса, онда дөңес айна деп аталады. Егер сфераның ішкі бетінен шағылса, онда айнамыз сфералық ойыс айна деп аталады. Балалар, ойыс айнаның, яғни ойыс сфералық айнаның құрылымына тоқталайық. Ойыс сфералық айнаның құрылымына тоқталатын болсақ, мына жердегі оң нүктесі ол айнаның сфералық бетінің центрі болып табылады. П деген балалар айнаның төбесі. Мына жерде П деп тұр ғой, көріп тұрмыз. П нүктесі ол айнаның төбесі. Үлкен F дегенді біз білеміз уже. Үлкен F деп біз фокус аралығын белгілейтіміз. Айнаның фокус аралығы өлшем бірлік метр алынады. Осы нүктеде сәулелер қиылысады. Яғни P-F деген ойыс айнаның фокус аралығы. P және F деген ол фокус аралығы. Келесі дөңес айна. Дөңес айнаның дәл осындай О деген жаңағы сфералық бетінің центрі, П деген айнаның төбесі, F деген фокус аралығы дәл сондай. Дөңес айнада міне жаңағы сәулелеріміз, түскен жарығымыз айнаның сыртынан, яғни сыртқы жағынан шағылып өтеді. Бейне пайда болады. Дөңес айнаның фокусы әрқашан жорамал болады балалар. Жалған деген сөз, жорамал немесе жалған деп жазып алыңыздар. Бұл міндетті түрде қажет. Дөңес айнадан шағылған сәулелер әрқашан шашыраңқы болады. Бұны да жазамыз. Былай жазайық. Дөңес айнаның фокусы жорамал болады. Жалған деген сөз шашыраңқы болады сәулелер әрдайым. Дөңес айна беретін, мына жерді толық жазайық балалар. Мынаны да жазамыз, мына жерді былай жазамыз. Нақты кескін қандай болады? Дөңес айна беретін барлық кескін кішірейтілген болады, тура болады және жорамал. Жорамал дегенді балалар жалған деп те жазып қойыңыздар, Прям осылай жазып жаттаймыз балалар. Енді дөңес айнада осылай ғана өзгермейді, Ал ойыс айнада кескін қалай өзгеруі мүмкін, соған тоқталайық. Бірінші балалар, сфералық айнадағы негізгі фокус аралығын және де денеден айнаға дейінгі немесе айнадан кескінге дейінгі қашықтықты есептеу формуласы мына формула. 1 бөлінген кішкентай D, 1 бөлінген кішкентай F тең болады 1 бөлінген үлкен F. Балалар D деп отырғанымыз бағана жаздық қой, жазық айнаны жазған кезде D деген ол сол жердегі аралық. Мысалы, денеден айнаға дейінгі қашықтық. Денеден айнаға дейінгі қашықтық. Түсінікті ғой. F дегеніміз ол айнадан кескінге дейінгі қашықтық. Үлкен F деп отырғанымыз балалар фокус аралығы. Бұлар өзгермейді. Осы белгіленулер жаттап аламыз, фокус аралығы, яғни оптика тарауына келген кезде мына 3 ұғымды дұрыстап жаттап аламыз. Себебі есептеу барысында бізге бұлар қажет балалар. Бұлар өзгермейді, линзада да өзгермейді балалар. Түсіндіремін оны тағы да. Сфералық айнаның негізгі формасы осы балалар. Енді ойыс айнадан кескінді алған кезде кескін қалай өзгеріп кетеді? Әр түрлі балалар. Ойыс айнада дененің орналасуына байланысты, мысалы, орналасу нүктесіне байланысты. Егер жаңағы мына жасыл сызық балалар дене деген сөз, дене болсын. Егер денеміз, мысалы, кез келген дене ғой, мысалы, айнаға қарап тұрған адам десек те болады. Ол айнамыз оптикалық центрдің, мына отыр ғой, оптикалық центрдің сыртында орналасса, онда кескін міндетті түрде шын, төңкерілген және кішірейтілген болады. Пайда болып, мынау дене болатын болса, оның оптикалық центрдің сыртында тұр, а кескініміз қалай болып тұр? Кескініміз шын, төңкеріліп тұр және де стрелка төмен қарай бағытталып тұр және кішірейтілген. Мына денеге қарағанда кескініміз кіші болып тұр ғой.
сол себепті кішірейтілген кескін деп осылай жаттаймыз, прям осылай жазамыз бала. Ойыс айнадан кескін алу деп қос нүкте қоямыз да бірінші деп қоямыз. Мынаны сызып алсақ та болады балар, өзіміз үшін, бірақ жаттап алуымыз керек. Егер денеміз оптикалық центрдің сыртында орналасқан болса, қос нүкте қоямыз, кескініміз әрдайым шын төңкерілген, кішірейтілген болады. Түсінікті ғой? Енді Енді бұл кескін қалай пайда болып тұр деген сұрақ болатын болса, балалар былай істейміз. Мына денеден, мынау дене ғой, дененің ең жоғарғы нүктесінен параллель, мына сызыққа параллель жүргіземіз сфералық ойыс айнаға дейін. Ойыс айнаға барып ол барады, және одан сәуле шағылады ғой, шағылған сәулені мына фокус аралығы арқылы өткіземіз. Түсінікті ғой? Мысалы, міне сфералық, мына жерде дене тұр, мына жерде сфералық айнамыз тұр. Бізде дәлдік нақты болмай қалуы мүмкін балалар, мен мөлшермен көрсетемін. Мына жерде мына П нүктесі, мына жер F нүктесі болсын, фокус аралығы қашықтығы, мына жер мөлшермен, мына жер бізде О нүктесі болсын. Мына жер О нүктесі болсын. Яғни ол бізде оптикалық центр, мына дененің жоғарғы биіктігінен мына түзу бойынша параллель жүргіземіз, және мына сфералық айнаға параллель жарық жүргіземіз. Ол жарық келіп мына жерге келеді, шағылады, шағылған кезде міндетті түрде мына фокус аралығы арқылы өтеді. Түсінікті ғой балалар, және де келесі фокус аралығы арқылы өткеннен кейін біз мына жерден тағы да сәуле жібереміз, мына О нүктесі арқылы. Мына О нүктесі арқылы сәуле жібереміз. Мына екеуі қиылысты ғой балалар. Мына қиылысқан нүктеде бізде пайда болды кескін. Мына жерде мына жерде кескініміз пайда болды. Төмен қараған, кішірейтілген, төңкерілген кескін, шын кескін. Мына жерде дене, мынау дененің кескін. Түсінікті ғой балалар, мөлшермен осы реттілікпен барлығын кескінді алып алуға болады балалар. Бірақ жаттап алсаңыздар да артық етпейді. Себебі ол жерде бізде үлкен кіші екендігін асыққан кезде сыза алмай жатамыз ғой. Мына жерде де мысалы дәлдік жоқ бізде, мөлшермен салдық деген сияқты. Сол себепті жаттап аламыз. Келесі түрі балалар, бізде дене оптикалық центрмен фокус аралығының ортасында, яғни аралығында орналасқан. Мына F пен О-ның кез келген нүктесінде дене тұр. Мынау дене. Дене тұр. Тура сол заңдылықпен, жаңа біз өттік қой, мына оптикалық, жаңа дененің ең жоғарғы биіктігінен айнаға қарай параллель түзу сызық жүргіздік. Ол тура сол нүктеден фокус аралығы арқылы сәуле жібереміз, сәуле жібердік. Және де мына дененің ең жоғарғы биіктігінен О нүктесі арқылы қиылыстырып тағы да жібереміз. Сосын екеуінің қиылысқан нүктесінен не істейміз? Кескінді ала саламыз. Кескін қандай болып тұр балалар? Салыстырмалы түрде қарайықшы. Мысалы, кескін мынадан қарағанда үлкен болып тұр, үлкейтілген кескін. Және де көбіне шын кескін пайда болады балалар, бұны біз жаттаймыз, және де қандай кескін болып тұр? Төңкерілген кескін болып тұр. Төңкерілген кескін. Кескініміз былай жоғары қарай мына жақта тұратын болса, онда біз тура деп айтсақ болушы еді. Түсінікті ғой, бұнда жаттаймыз. Яғни дене бұл жағдайда фокус аралығы мен О нүктесінің аралығында орналасып тұр. Ойыс айна балалар, ойыс айнаны қарастырып жатырмыз. Келесі жағдай, денеміз фокус пен айнаның аралығында дейді. Жаңа мына жерде орналасқан еді ғой. Енді қазір мына жерде орналасып тұр денеміз. Дене фокус пен айнаның ортасында орналасса, қандай бейне, яғни қандай кескін алуға болады? Бейне деп тұр, мына жерде кескін деп те жазсаңыздар болады балалар, Бұл жерде де дәл сондай заңдылықпен жүргіземіз. Сонда бізде кескініміз қандай кескін? Жалған, тура, үлкейтілген кескін. Түсінікті ғой? Жалған, тура және үлкейтілген кескін алынып тұр. Келесі, бұны да жазып жаттаймыз. Дөңес айна жаңа айтып өттік балалар, дөңес айна әрдайым жалған кескін береді, тура кескін береді, кішірейді. Мұқият қарайтын болсақ, балалар, мына жерде дөңес айна, яғни айнаның сыртында дене тұр, кескініміз
кішірейтілген, тура, төңкерілмеген және жалған кескін беріледі. Так. Жалған кескін беріледі. Енді бұл жерде кескін қалай алынып тұр? Балалар, кескін қалай алынып тұр деген сұрақ болатын болса, мына жерде дене тұр. Денеден айнаға дейін мына түзумен параллель түзу жүргіземіз де, қайтадан шағылдырып жібереміз. Қайтадан шағылып кетті, бірақ ол жерде шағылған кезде де мына шағылған түзу сызықты мына фокус аралығына қиылыстырып барып шағылдырамыз. Мына кез келген мысалы былай да шағылдырып қателесіп кетуіміз мүмкін ғой. Ол мына жаққа кетіп қалады, ол қате. Яғни біз мына фокус аралығымен қиылыстыру арқылы шағылдырамыз, және де мына ең жоғарғы нүктесінен тағы да о нүктесіне қиылыстырамыз. Сонда екеуінің қиылысқан нүктесінде біздің кескініміз пайда болып тұр. Яғни кескінді тура осы қиылысқан нүктеден мына жаққа түзу сызық жібере саламыз. Мына жақтан пайда болса былай жібереміз деген сияқты. Сонда дөңес айнадан алынатын кескін жалған, тура, кішірейтілген. Бұны жаттап аламыз, балалар. Және так. Кескініміз, так, ойыс айнада кескін алу. Кескініміз бізде мына жерде қандай жағдай болып тұр? Бейнеміз шын дейді, төңкерілген дейді, кішірейтілген дейді. Шын, төңкерілген, кішірейтілген. Так, бұны да сызып жазып алайық. Так, мына жердегі. Мына жағдайда егер дене фокустың үстінде орналасса дейді, мына жағдайда қалай болып тұр? Так, балалар, бұл жағдайда бізде денеміз мына АВ сызық екен ғой. Мынау дене, балалар, бұл жағдайда енді денеміз мына жерде оптикалық центрдің мына сызықтан тыс басқа жақта тұр. Қисығынан тұр деп тұрды. Қисығынан тұр дене. Так, бұл жағдайда кескінді қалай аламыз? Дәл солай заңдылықпен сызып көреміз, балалар. Қараңыздар. Дененің ең жоғарғы биіктігінен мына жаққа қарай параллель түзу сызық жібердік. Оны фокус аралығы арқылы қиылыстырдық. Міне кетті көк сызық. Және де келесі о нүктесімен қиылыстырдық. О нүктесімен қиылыстырған кезде, балалар, о нүктесімен қиылыстырдық. Так, біз мына жерде уже бұлайнан қате жібере алмаймыз. О нүктесіне қиылыстырып, біз кескінді сразу ала алмаймыз. Себебі бізде мынандай түзу тұрған жоқ та дене. Дене түзу тұрған жоқ, қиғашынан тұр. Сол себепті дененің екінші ұшынан тағы да мына жақта міне параллель жібердік та F нүктесіне қиылыстырып былай алып кеттік. Мына бірінші нүктесін. Екінші нүктесін анықтау үшін біз екінші ұшынан параллель жіберіп, фокус аралығы арқылы былай сәуле жіберіп алдық. Келесі, осы екінші ұшынан тағы да о нүктесінен қиылыстырамыз да. Екінші ұшынан о нүктесінен қиылыстырдық. Сонда мына екеуінің қиылысқан нүктесі мынау болды. Енді екеуін қостық. Бағыты бізде төмен қараған осындай кескін пайда болды. Яғни мына денеден мынандай кескін пайда болып тұр ғой. Яғни бейнеміз шын, төңкерілген және кішірейтілген кескін болып тұр. Түсінікті ғой, балалар, бұл егер қиғашынан және де мына түзу сызықтан тыс орналасқан болса, кескін осындай болады деген сөз. Бұны да сызып аламыз, балалар. Мөлшермен түсініп отырмыз ғой, кескінді қалай алатынымыз. Келесі, бізде егер дене фокустың үстінде орналасса. Денеміз міне фокустың үстінде түзу тұр. Дене фокустың үстінде түзу тұр. Дене фокустың үстінде орналасса, онда бейне болмайды. Түсінікті ғой, оны қалай білуге болады? Оны да сызып білуге болады, бірақ бірден жазып алсаңыздар. Негізі түсініп алсаңыздар да болады, балалар. Дененің жоғарғы нүктесінен параллель жүргізіп, фокус аралығы арқылы кетті. Ары қарай, мына жерден негізі о нүктесіне қиылысу керек болған, о нүктесіне қиылысу керек болған. Мына жаққа қарай келіп, P-мен былай кетті. Яғни бізде ешқандай кескін пайда болмайды. Жаттап аламыз, балалар. Мынандай тапсырманы орындап көрейік. Егер нәрсе ойыс айнадан екі еселенген фокустан үлкен D екі еселенген 2F болған болса, қашықтықта орналасқан айнада пайда болатын кескінді сипаттаңыз дейді. Тура осы ара қашықтықтар
д деген ол денеден айнаға дейінгі қашықтық қой. Денеден айнаға дейінгі қашықтық 2f-тан үлкен болса, немесе фокус аралығынан жай фокус аралығы мен екеселенген фокус аралығының ортасында орналасқан болса, немесе екеселенген фокус аралығына тең болса, немесе фокус аралығынан кіші болса, қандай кескіндер алынуға болады балар? Оны да осылай жазып алайық. д үлкен 2f болса, кескініміз шын дөңгелген кішірейтілген болады. Бұны да жазып жаттаймыз бала, д 2f-тан үлкен болатын болса. д-мыз f-тан кіші, 2f-тан үлкен болатын, 2f-тан кіші, ал жай f-тан үлкен болатын болса, шын дөңгелген үлкейтілген кескін болатынның барлығын сызып жазып аламыз балар. Уақыт жібермей қояйық, тура осылай сызып аламыз. Мына жерде стрелкалармен дұрыс жақсы келтірілген кескін қалай пайда болғандығы балалар. Тура осылай сызып жаттап алуға тырысамыз. Келесі қарастыратынымыз балалар бізде жарықтың сыну заңы, яғни геометриялық оптиканың тағы бір заңдарының бірі, ол сыну заңы балалар. Жарықтың сыну заңы, яғни жарықтың сыну заңы жарық бір ортадан екінші ортаға қайтеді, өтіп кетеді. Шағылған кезде ол екінші ортаға өте алмайтын еді ғой. Яғни өтіп кететін болса, бір ортадан екінші ортаға өтіп кететін болса, онда ол денеміз, жарықты өткізуші денеміз, бізде қарастырып отырған денеміз мөлдір болып табылып отыр. Соғанда назар аударамыз, есімізге сақтап алайық. Жалпы жарықтың сыну заңы, мына ережені дұрыстап жазамыз. Түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасында сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады. Балалар, міне, түскен сәулеміз міне тұр. Міне мынау түскен сәуле, сынған сәуле, сынған сәуле. Және осы екі ортаның шекарасында сәуленің түсу нүктесіне, міне түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр көріп тұрмыз ғой, бір жазықтықта жатады. Бұл сыну заңының бірінші ережесі балалар. Бұны жазып аламыз. Мынау сәуле балалар, сәуле дегенді білеміз ғой. Мынау сәуле түскен сәуле, мына сәуле сынған сәуле. Мына түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр мен мына сәуленің арасындағы бұрыш, түсу бұрышы, түскен жаңағы сынған сәулеге тұрғызылған, түскен сәулеге түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр мен сынған сәуленің арасындағы бұрыш, балалар, сыну бұрышы деп аталады, бета деп белгілеп қойдық. Түсінікті ғой балалар, және жарық бұл жерде есімізге салатын нәрсе балалар, жарық бірінші ортадан екінші ортаға өтіп отыр. Яғни бірінші ортада ол жарықтың жылдамдығы болады, басқа жылдамдықпен қозғалады. Және ол екінші ортаға сынып өткеннен кейін ол жарықтың жылдамдығы өзгереді V2 жылдамдыққа. Осыған назар аударуымыз керек. Және де балалар, әр ортаның өзінің абсолют сыну көрсеткіштері деген ұғым болады. Мына ортада жарықтың осы жылдамдығына байланысты, таралу жылдамдығына байланысты абсолют сыну көрсеткіші деген ұғым бар. Ол бірінші ортада n1-ге тең болса, екінші ортада, яғни ол өзгереді, n2-ге тең деген сөз. Оған қастағы да тоқталамыз. Сонда, мына ережені жазып алдық, балалар. Келесі екінші ережені жазайық. Түсу бұрышының синусының, сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама, және ол бірінші ортаның екінші ортаға қатысты салыстырмалы сыну көрсеткіші деп аталады. Прям осы ережені жазып алайық, балалар, келесіде дұрыстап формасын жазамыз. Балалар, түсу бұрышының синусының, түсу бұрышты альфа дедік қой, түсу бұрышының синусының сыну бұрышының синусына қатынасы не дейді? Тұрақты шама дейді, константа дейді, тұрақты. Берілген екі орта үшін тұрақты шама, және ол бірінші ортаның екінші ортаға қатысты салыстырмалы сыну көрсеткіші деп аталады. Яғни n1, 2 деп аталады. Оған да қас толығырақ анықтама береміз балалар, жалпы формуласы осы түрде. Формуланы жазбай тұрамыз, тек ережені жазамыз. Келесі балалар, енді ережесін жаңа айттық қой.
түсу бұрышының синусының, міне синус альфаның синус беттаға қатынасы, сыну бұрышының синусына қатынасы бізде мына мәнді береді дейді. Балалар, мына мән бізде салыстырмалы жазамыз, осы жерде. Формуланы бірінші жазып аламыз, сосын n2,1 деген не? Салыстырмалы сыну көрсеткіші. n дегеніміз. Мына жердегі n2 және n1 деп отырғанымыз, балалар, міне, n2 деп отырғанымыз екінші орта үшін абсолют сыну көрсеткіші, n1 деп отырғанымыз бірінші орта үшін абсолют сыну көрсеткіші. Абсолют сыну көрсеткіші, балалар. Абсолют сыну көрсеткіші. n1 және n2. Әрбір орта үшін әртүрлі, балалар. Екеуінің айырмашылығын түсініп отырмыз ғой. n1 мен n2 деп отырғанымыз әрбір екі орта үшін. Яғни n1 деген бірінші орта үшін, n2 деп отырғанымыз екінші орта үшін абсолют сыну көрсеткіші болса, мына жердегі n2,1 деп индекспен екеуі бірге тұр ғой. Кейде n деп те белгілей салады, балалар. Ол салыстырмалы сыну көрсеткіші. Яғни синус альфаның синус беттаға қатынасы ол n-ға тең. Ол тұрақты болып сақталады. Тұрақты, константа. Мына жердегі v1, v2 деп отырғанымыз, балалар, v1 және v2 деп отырғанымыз әрбір орта үшін жарықтың таралу жылдамдығы. Яғни жарық бірінші ауада таралып келе жатты, ол жерде жылдамдық басқа. Келесі жарық суға қарай сынды, өтті, суға қарай өткен кезде оның таралу жылдамдығы міндетті түрде өзгереді, яғни жарықтың ортаға байланысты таралу жылдамдығы деп жазып қоямыз. Таралу жылдамдықтары. Сыну көрсеткіштерінде, балалар, өлшем бірлік жоқ. Жылдамдықтарды білеміз, өлшем бірлік бар екендігін. Жазып алдық қой, балалар, Енді, балалар, абсолют сыну көрсеткіші дегеніміз, тұрақты с деген жылдамдық білеміз ғой, балалар, вакуумдегі жарық жылдамдығы, жоқтап алған кезде 3 көбейту оның 8 дәрежесі метр секунд, вакуумдегі жарық жылдамдығының, яғни бірінші ортаның жылдамдығына қатынасы, таралу жылдамдығына қатынасы, ол бірінші орта бойынша, яғни абсолют сыну көрсеткішіне тең болады. Яғни, вакуумдегі жарық жылдамдығын кез келген ортаның таралу жылдамдығына бөліп жіберсек, бізде абсолют сыну көрсеткішіне тең болады. Яғни, бірінші ортаныкін табу үшін n1 тең болады с бөлінген v1 деп анықтаймыз. Екінші ортаның абсолют сыну көрсеткішін анықтау үшін с-ны бөлеміз v2-ге. Яғни, біз екінші орта үшін анықтап тұрмыз деген сияқты. Осы формуланы балалар жаттаймыз, жақсы ма? Сонымен, балалар, жарықтың сыну құбылысы деп бірінші ортадан екінші ортаға өткенде жарық сәулелерінің таралу бағытының өзгеруін айтамыз, Сонымен, абсолют сыну көрсеткішінің, балалар, ережесін дұрыстап жазайық. Орталардың вакуумге қатысты сыну көрсеткіші осы ортаның абсолют сыну көрсеткіші деп аталады. Немесе жаңағы формуламен де жаттап алсақ болады, балалар, Абсолют сыну көрсеткіші дегеніміз с-ның v-ға қатынасына тең. Яғни, бірінші ортаныкін анықтап тұрмыз ба, екінші ортаныкін анықтап тұрмыз ба, шатаспай белгілеуіміз керек. Негізгі формуласы сонда n тең болады с бөлі v болып тұр ғой. Бірақ бізде мына жерде индекс міндетті түрде жазуымыз керек. Сыну көрсеткіштері n1 мен n2 болатын екі зат арқылы жарық өтсе, олардың абсолют сыну көрсеткіштерінің қатынасы, яғни n2-нің n1-ге қатынасы, балалар, бізде не деп аталады деді және? Салыстырмалы сыну көрсеткіш. Яғни n2,1 деп айттық. Түсінікті ғой, балалар, Абсолюттік сыну көрсеткіш пен салыстырмалы сыну көрсеткіш екеуі екі түрлі ұғым, шатастырып алмауымыз қажет. Мысалы мынандай мысал келтірейік, балалар. Жарық су мен абсолют сыну көрсеткіші 1,5-ға тең шыны арқылы өтсе, салыстырмалы сыну көрсеткіші неге тең? Яғни, бізде міне жарық судан өтіп тұр, яғни судың, балалар, абсолют сыну көрсеткіші бізде 1,33-ке тең. Екінші ортаға өткендегі, екінші ортасы шыны болып тұр ғой, екінші ортадағы абсолют сыну көрсеткіші міне беріліп тұр. 1,15. Есептерде беріліп тұрады негізі. Салыстырмалы сыну көрсеткішін анықта дейді. Не істейміз? n2-ні n1-ге бөлеміз да, есебімізді шығара саламыз. 1,27. Жоқтап алғанда. Түсінікті ғой, балалар, Келесі.
Келесі балалар, бізде толық ішкі шағылу деген құбылыс балалар. Толық ішкі шағылу ережесімен таныса алайық. Бірінші, толық ішкі шағылу дегеніміз жарықтың оптикалық тығыз ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға өткенде сәуленің түсу бұрышы өскен сайын сыну бұрышы артып 90 градусқа тең болады. Бұл жағдайда жарық сәулесі екі ортаның шекарасының бойымен таралады. Мұндай құбылыс толық ішкі шағылу құбылысы деп аталады дейді. Балалар, бұның ережесін жазып аламыз. Қазір мен дұрыстап түсіндірейін. Так, жарық оптикалық тығыздығы көп ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға өткен кезде немесе керісінше өткен кезде қандай жағдайлар орын алады, соны қарастырып көрейік. Мысалы, мынау орта болсын, Так, мынау дене, жарықты өткізетін дене, шекара болсын, жақсы. Так, мынау ауа болсын, орта, бірінші орта. Ауаның мына жақта су болсын, жарық ауадан суға өтетін болсын, мысалға қарастырып отырмын. Ауа суға қарағанда оптикалық тығыздығы аз болып есептеледі екен. Ал суда ауаға қарағанда оптикалық тығыздығы көп болады екен. Енді бірінші жағдайды қарастырайық балалар. Бірінші жағдай балалар, жарық ауадан суға қарай өтсін. Яғни оптикалық тығыздығы аз ортадан оптикалық тығыздығы көп ортаға қарай өтсін делік. Мынау ауа. Ауада жарықтың жылдамдығы В ауа болсын. Мына жақта су. Судағы жарықтың жылдамдығы В су болсын. Яғни жылдамдықтар қалай болып тұр? Ауадағы жарық жылдамдығы судыкіне қарағанда қандай болып тұр? Үлкен болып тұр, Жарық қандай да бір бұрыш жасап түсті. Ауа. Кішкене қисық болып қалды. Так, мынау түскен сәуле, мынау түсу бұрышы, балалар, қандай да бір бұрыш жасап түсті, және ол келесі ортаға барып сынды. Мынау сыну бұрышы бітті деп жазып қояйық. Яғни, балалар, бұл жағдайда жарық оптикалық тығыздығы аз ортадан оптикалық тығыздығы көп ортаға өткен кезде, балалар, түсу бұрышы сыну бұрышынан үлкен болады екен. Бұны ескереміз, бұл бірінші жағдай. Келесі екінші жағдайды көрейік. Екінші жағдайда балалар, бізде керісінше қарастырайық, жарығымыз судан ауаға қарай өтсін. Яғни, оптикалық тығыздығы көп ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға қарай өтсін. Делік, Мынау екі орта, яғни түсу бұрышына түскен сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр, перпендикуляр. Так, мынауымыз бізде. Мынау ортамыз су, мына келесі ортамыз ауа болсын. Жарықтың таралу жылдамдығы суда. Бұлай белгілеп қойық, ауадағы жылдамдықты В ауа деп белгілеп қойық. Жарық белгілі бір бұрышпен түсті. Түскен сәуле, түсу бұрышы белгілі бір бұрышпен түсті. Жарығымыз қайтты, сынды. Келесі ортаға барып сынған кезде, балалар, мынау сыну бұрышы. Мынау сынған сәуле. Қандай айырмашылық байқап тұрмыз мына екеуіне? Жарық оптикалық тығыздығы көп ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға түскен кезде, мына жағдайға керісінше жағдай болған кезде, онда қандай болады дейді? Онда бұрыштарды салыстыратын болсақ, қараңдар. Түсу бұрышы сыну бұрышынан қайтып тұр, кішкентай болып тұр. Осындай болады екен. Және де жылдамдықтарымыз қандай болады екен? Судағы жарық жылдамдығы ауадағы жарық жылдамдығынан қандай болып тұр? Кішкентай болып тұр. Яғни ол өзгеріп тұрған жоқ, Жақсы. Бұл балалар екінші қарастырып отырған нәрсеміз. Екінші жағдайымыз. Енді қараймыз балалар. Мына түсу бұрышын біз үлкейтейік. Мына түсу бұрышын біз үлкейтіп, келесі бұл жағдайына қарастырып сызайық оны. Егер біз мына түсу бұрышын одан сайын үлкейтіп сыну бұрышын ала беретін болсақ, біздің тура осы жағдайды қарастырып отырмыз балалар,
оптикалық тығыздығы көп ортадан, яғни судан ауаға қарай жарық өткен кездегі жағдайды қарастырып жатырмыз. Мына альфа бұрышты былай жазып қояйықшы. Қандай да бір бұрышқа, кез келген бұрышқа үлкейтейік. Түсу бұрышын үлкейте береміз. Түсу бұрышын көбейте беретін болсақ, ол бір бұрышқа келген кезде, балалар, белгілі бір бұрышқа келген кезде, мысалы альфа 0 деп қояйықшы. Осы бұрышқа келген кезде біздің жаңағы сыну бұрышымыз мына шектік нормаға жетеді екен. Мына жерге жетеді. Мына жердегі мына сыну бұрышымыз жылжып, яғни мына жақтағы бұрыш үлкейе берсе, сыну бұрышы да үлкейе береді ғой. Егер оптикалық тығыздығы көп ортадан аз ортаға жарық өткен кезде. Сонда бізде сынады жарығымыз мына жаққа қарай параллель сынып кетеді. Қазір дұрыстап көрсетейік. Міне, мынау сыну бұрышы болар. Сыну сәулесі, сыну бұрышы бізде сонда 90 градусқа тең болып қалды ғой, балалар, иә? Беттамыз 90 градусқа тең болды. Балалар, міне 90 градусқа тең болды ауаға жеткен кезде. Енді балалар, мына бұрышты, альфа бұрышты біз шектік бұрыш деп атаймыз. Яғни шектік бұрыш әртүрлі ортада әрқалай болады. Яғни мына альфамыз осы шектік бұрышқа жеткен кезде қандай да бір градус, мысалы суда ол 1 градус бар, мысалы 50 градус болуы мүмкін, 40 градус болуы мүмкін. Сол градусқа жеткен кезде сынады, сыну бұрышымыз 90 градусқа тең болады деген сөз. Яғни альфа дегенді біз қазір жазамыз, иә? Пока жазбай тұра тұрайық. Осылай жазып қояйық. Так, енді бізде заңдылық бар бізде. Бізде бір негізгі заңдылық бар, сыну заңы бойынша. Синус альфаның синус беттаға қатынасы бізде тұрақты шамаға тең деген. Яғни ол өзгермейді. Синус альфаның синус беттаға қатынасы өзгермейді, ол ортаның салыстырмалы сыну көрсеткішіне тең деген ұғым бар. Яғни енді келесі жағдай қалай болады, балалар? Оптикалық тығыздығы көп ортадан аз ортаға мына альфа бұрыштан да артық, мына бұрыштан да, шектік бұрыштан да артық түсу бұрышын үлкейтетін болсақ, балалар, сәулеміз уже сынбайды, келесі ортаға барып сынбайды. Қайтеді екен? Шағылады екен. Мысалы, мынадан да шектік бұрыштан да үлкен бұрышқа тағы да түсу бұрышын үлкейтетін болсақ, онда қайтеді? Шағылады екен. Балалар, осы құбылысты біз толық ішкі шағылу құбылысы деп атайды екенбіз. Толық ішкі шағылу құбылысына жатады екен. Сонда формулаларына тоқталатын болсақ, балалар, жаңағы альфа 0 деп отырмыз ғой. Альфа 0 деп отырғанымыз, балалар, толық шағылудың шектік бұрышы. Кешіріңіздер, балалар. Так, толық шағылудың шектік бұрышы деп жазып қояйық, балалар, альфа 0 деп отырғанымыз толық шағылудың шектік бұрышы. Жаңағы былай жазайық. Толық шағылудың шектік бұрышы деп жаздық, иә? Енді сыну заңы бойынша мына өрнекке салып жазып көрейік. Так, синус альфаның так, бізде егер де біз толық 90 градусқа тең болып тұр. Синус альфа 0 шектік бұрышы. Синус альфа 0-дің синус гаммаға қатынасы, синус альфа 0-дің синус гаммаға қатынасы бізде n-ға тең. Жаңағы гаммамыз, балалар, бізде 90 градусқа тең дедік, е? Гаммамыз бізде синус 90 градусқа тең дедік, ол бізде, балалар, 1-ге тең. Ол бізде 1-ге тең. Так, балалар, қазір қайтадан жазайықшы. Синус альфаның синус
альфа 0-дің синус беттаға қатынасы балар n1-дің n2-ге қатынасына тең деп жазып. n2-ның n1-ге қатынасына тең ғой негізі. n2-ның n1-ге қатынасына тең деп жазатын болсақ. Мен қандай қате жібердім. Так, балалар. Синус, керісінше жазып отырмын балалар. Синус беттаның синус альфа 0-ға қатынасы бізде n2-ның n1-ге қатынасына тең, және ол салыстырмалы сыны көрсеткішіне тең ғой балалар. Сонда балалар, синус беттамыз бізде жаңағы 90 градусқа тең дедік қой. Синус беттамыз 90 градусқа тең, синус 90 градустағы мән балалар 1-ге тең. Сонда 1 бөлінген синус альфа 0-дің 0 бізде n-ға тең болады. Балалар, осы формула балалар толық ішкі шағылудың негізгі формуласы. Синус альфа 1 бөлінген синус альфа 0, альфа 0 деген отырғанымыз толық шағылудың шектік бұрышы, n деп отырғанымыз ол салыстырмалы сыны көрсеткіш, немесе былай жазсақ болады. Синус альфа 0 тең болады 1 бөлінген n деп те жазсақ болады. Балалар, екеуін орнына ауыстыра салдық міне. Балалар, бұл бізде міне жарықтың толық ішкі шағылу, жалпы толық шағылу құбылысы дегеніміз балалар осы. Мұқият кішкене нетіп жазып аламыз балалар, мұқият тыңдап, формулалардың барлығын мұқият қарап жазып жаттап аламыз. Жалпы мына формуласын, соңғы шыққан формуланы жаттап алсақ болады балалар. Тек альфа 0 деген не екенін ажырата білсек болды. Және де толық ішкі шағылу дегеніміз қандай болады екен? Яғни оптикалық тығыздығы көп ортадан, оптикалық тығыздығы аз ортаға қарай жарық өткен кезде болатын, байқалатын құбылыс екен. Түсінікті ғой балалар, Келесі бізде балалар қарастыратынымыз ол бізде линза. Линзаны біз оптикалық аспаптарды, оптикалық құралдарда қолданылатын дене деп қарастырамыз ғой. Жалпы линза ол екі жағы сфералық беттермен шектелген мөлдір дене болып табылады. Ережесін жазамыз осы жерден, балалар. Екі жағы шектелген, сфералық беттермен шектелген мөлдір дене. Линзаның балалар екі түрі бар: дөңес және ойыс. Дөңес линзаның өзінің үш түрі бар: қос дөңес, жазық дөңес, ойыс дөңес деген. Бірінші, екінші, үшінші түрді көріп тұрмыз ғой балалар, қос дөңес, жазық дөңес және ойыс дөңес. Келесі, ойыс линзаның өзінің үш түрі бар балалар: қос ойыс, жазық ойыс және дөңес ойыс. 4-ші, 5-ші, 6-ші суреттерге қарасаңдар балалар түсініп алуға болады. Линзадағы негізгі белгілеулерге тоқталайық балалар. Линзадағы негізгі белгілеулер сол бізде айнаны қарастырған едік қой. Айнаға кішкене ұқсайды. Бас оптикалық ось, мына сызық бас оптикалық ось, және де фокус аралығы, қашықтығы үлкен f міне. Мына линзаның оптикалық центрінен мына жердегі дейінгі ара қашықтық бізде бас фокус болып табылады. Фокус ара қашықтығы. Түсінікті ғой, Мынау бас фокусы белгіленген нүкте. Мына жерде линза тұрған болуы мүмкін, жинағыш немесе шашыратқыш. Линзаның екі түрі бар: жинағыш, шашыратқыш. Оны қазір ажыратамыз. Дөңес ойыс болуына байланысты жинағыш және шашыратқыш болып аталып кеткен ол. О нүктесі ол линзаның оптикалық центрі. Мына сызық бас оптикалық ось, мына жер фокус аралығы, мынау линза. Түсінікті ғой балалар, Жинағыш линза болатын болса, мынандай белгімен белгілейміз. Бұлай белгіленіп тұрады. Шашыратқыш линза болатын болса, балалар бізде керісінше мына стрелкамыз өзгереді балалар. Шашыратқыш линзада керісінше бағытқа өзгереді. Яғни бұлай өзгереді. Шашыратқыш линза екендігін осылай шарты белгісіне қарап ажыратып алсақ болады. Жинағыш немесе шашыратқыш екендігін. Түсінікті ғой балалар, Негізгі ұғым бас оптикалық ось, фокус ара қашықтығы, линзаның оптикалық центрі және линзаның өзі. Егер бас оптикалық оське параллель жарық сәулелерін түсірсек, линзаның бас f фокусында жиналады. Линзадан фокусқа дейінгі қашықтық деп аталады, және ол үлкен f әрпімен белгіленеді. Бұл үлкен f. Фокус аралығы. Дөңес линза өзі арқылы өткен жарықты бір нүктеге жинайды. Түсінікті ғой балалар, Дөңес линза жарықты жинақтайды.
жинақтаушы линзаға жатады. Жинағыш линза деп аталады. Түсінікті ғой міне. Сол себепті дөңес линза жинағыш линза деп аталады. Бұны жазамыз, мынаның барлығын жазып аламыз. Сызбасын тура осылай сызып алайық балалар. Келесі, шашыратқыш линзалардың шеті қалың, ортасы жұқа болып келеді. Өзі арқылы өткен жарықты шашыратады. Шашырағыш линза әр уақытта жалған кескін береді. Бұны да жазып аламыз. Так, сонымен жаңа бізде байқасақ, балалар, так, дөңес линза жинақтаушы екен, дөңес линза жинақтайды екен, ал ойыс линза қайтеді екен, шашыратады екен. Осыны есімізде сақтаймыз. Шашыратқыш линза дегеніміз бұл ойыс. Жазып аламыз, балалар. Келесі, балалар, жұқа линзаның негізгі формуласы, балалар, міне мынандай. Қандай формула ұқсап тұр, балалар? Біздер айнаның формасын жаздық қой. Сол айнаның формасына кішкене ұқсап тұр, бірдей десе де болады. Бір бөлінген кішкентайды қосылған бір бөлінген кішкентай f тең болады бір бөлінген үлкен f. D дегеніміз, балалар, нәрседен линзаға дейінгі арақашықтық, өлшем бірлік метр. Естеріңде ме? Айнаны түсіндірген кезде осының алдында нәрседен, яғни денеден айнаға дейінгі қашықтық D деп алынған. Тура сондай ғой. Жаңағы кішкентай f дегеніміз линзадан нәрседен линзаға дейін қашықтық, линзадан кескінге дейін қашықтық. Кішкене қате болып кетті. Линзадан кескінге дейінгі қашықтық, нәрсеге емес, кескінге дейін қашықтық. Үлкен f деп отырғанымыз линзаның бас фокусы. Фокус ара қашықтық, өлшем бірлік метр. Мына жерді нәрсе емес, кескін деп жазамыз, балалар. Так, суретпен көрсететін болсақ, жаңағы суретке қайтадан оралайық. Міне, мысалы, мына жерде дене түрделік. Мысалы, мына жерде дене түрделік. Майшам тұрсын. Міне, мына майшамнан линзаға дейінгі қашықтық, балалар, D. Түсінікті ғой. Кескініміз, мысалы, мына жерде тұру мүмкін, немесе төңкеріліп астында тұру мүмкін, яғни линзадан мына кескінге дейінгі қашықтығымыз, балалар, f. Мына арақашықтық бұл линзаның өзі, мынаны жасыл тұрған. Сонда үлкен f-ті қалай табамыз десе, біз не істейміз? 1 бөлу үлкен f тең болады 1 бөлу кішкентай f қосу 1 бөлу үлкен кішкентайды формуласын қолданып шығара салады екенбіз. Келесі, балалар, формуланы түрлендіру формуласын бір тексеріп өтейік. Үлкен f-ті тапқан кезде мынандай болып түрленді дейді. 1 бөлу f тең болады 1 бөлу d қосылған 1 бөлу кішкентай f. Осыдан екеуін көбейтіп ортақ еселігін жазатын болсақ, мына жерде f-тан, мына жерде d-дан болады. Сонда d қосылған f болады, f-ті тапқан кезде дұрыс. Мына формуланы жазамыз. Яғни тура жаңағы формуладан түрлендіріп, біз үлкен f-ті анықтаған кезде осы формула шықты. Келесі d-ны тапқан кезде мына формула шықты, f-ті анықтаған кезде мына формула шықты. Бұны да жазып алайық, балалар. Яғни түрлендіріп анықтадық. Келесі, бұл қалай шықты деген кезде, балалар, d-ны тапқан кезде не істейміз? Мына жердегі мына формуланы негізге аламыз ғой. Мына формуладан d-ны бір жағына шығарамыз. 1 бөлу d тең болады 1 бөлу d тең болады 1 бөлу үлкен f азайту 1 бөлу кішкентай f болады. Тура жаңағыдай үлкен f көбейту кішкентай f, мына жақта кішкентай f, мына жерде үлкен f. Сонда кішкентай f-тен үлкен f-ті азайтамыз. d-ны тапқан кезде керісіншеге өзгереді. Сонда мына формуламызда дұрыс болып тұр ғой. Келесі, мына формуланы тексере салайық. 1 бөлу кішкентай f тең болады 1 бөлу үлкен f азайту 1 бөлу d. f көбейту d деп жазайық. Мына жақта d-дан беріледі, мына жерде үлкен f-тан беріледі, d азайту f. Керісінше аударылады, f тең мына мәнге тең болады. Жақсы, шығарылу жолын түсініп отырмыз ғой, балалар, түсіндіре алдым ғой. Мына жердегі негізгі формуланы негізге ала отырып, біз кішкентай f-ті да, d-ны да және фокус аралығында есептеп шығара алады екенбіз, балалар. Бірақ бұл формулаларды жаттаудың қажеті жоқ, балалар, негізгі мына формуланы жаттасақ болды. Мыналар артық информация. Негізгі формуланы жаттап, дұрыстап түрлендіруді жақсы меңгерген болсақ, тек осы формуладан шығарып алуға болады. Келесі, линзаларда кескін салу. Бас оптикалық оське параллель сәулелер линзадан сынғаннан кейін оның фокус арқылы өтеді. Бірінші ережесі, балалар. Бірінші ережесі, қазір осы ережеге байланысты сызатын боламыз. Линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін сәуле сынбайды. Яғни жаңа О дедік қой, О арқылы өтетін сәуле сынбайды.
және линзаның бас фокусы арқылы өтетін сәуле линзадан сынғаннан кейін бас оптикалық оське параллель кетеді дейді. Осы үш ережені негізге ала отырып, біз линзадан кескіндерді алады екенбіз. Сонда міне айтып тұр ғой. Мына жерде дене тұр, иә? Дене тұр. Дененің ең жоғарғы нүктесінен, мысалы мынандай дене болатын болса, немесе бір ғана мына жерде нүктеде тұрған болса, денені үлкен кішірейтіп қарастыратын болсақ, мына жерден бас оптикалық оське параллель түзу сызық жүргіземіз, және қиылысқаннан кейін ол жарық түседі ғой мына жаққа. Жарық сынады, бас оптикалық оське қиылысып сынады дейді. Түсінікті ғой? Сынды, және де тура осы нүктеден О нүктесіне, яғни жаңағы О нүктесінен жарық сынбай өтіп кетеді деді ғой. Міне, О нүктесінен қиылысып сынбай өтіп кетті. Сонда мына екеуінің қиылысу нүктесі балалар кескін, бізде кескінді беріп тұр. Және тағы үшінші жағдай балалар, мына тура осы нүктеден фокус аралығы арқылы, бер жақтағы фокус аралығы арқылы жүргізіп, түзу жүргіземізді, қайтадан параллель түзу сызық сызамыз. Сонда бізде мына үшеуінің қиылысу нүктесі бізде линзаның беретін кескіні болып тұр балалар. Енді қандай линзадан қандай кескін аламыз, соған тоқталайық балалар, иә? Егер дене 2F фокуста орналасса, онда кескін шын, тең дегенде балалар тура деп алайық, иә? Тура, яғни тең дегеніміз дененің мына жердегі биіктігі қанша болса, мына жақтағы кескіні де соншаға тең деген сөз мағынада болып тұр. Және төңкерілген кескін алынады екен. Міне мынандай кескін ғой балалар. Егер дене 2F фокуста орналасса, онда кескін шын, тура, төңкерілген кескін болады. Так, міне 2F аралықта тұр кескініміз, иә? Мына жерде денеміз, дене мына жерде тұр, яғни 2F-та тұр. 2F-та орналасса, онда кескініміз шын болады, төңкерілген болады, және мына өлшемге тең өлшемде, яғни тура осы 2F аралықта бізде кескін пайда болады дегенді білдіріп тұр. Яғни кескінді алу үшін тағы да айтам балалар. Міне, кескін дененің ең жоғарғы нүктесінен параллель бас оптикалық оське параллель түзу жүргіземіз. Параллель түзу жүргіземіз, яғни жарық қой ол. Жарық сәулесі мына жерге келіп түсті да, келесі бетке өткенде, мынау линза ғой балалар, иә? Линзаға барғаннан кейін ол сынады, иә? Келесі беттен сынып, фокус аралығы арқылы өтеді. Бұлай кетіп қалды. Біз білмейміз, что мына жерде қиылысатын. Келесі осы жоғарғы нүктеден мына жердегі О нүктесі арқылы түзу сызық жүргіземіз, қиылыстырып. Яғни бұл жерде жарық бас оптикалық осьпен өткен кезде сынбай өтеді деген ережеге бағынып өткізіп тұрмыз ғой. Сонда бізде мына жердегі нүкте, яғни бұл жерде дәлдік қажет, иә? Мына жердегі нүктеде бізде кескініміз пайда болды. Кескініміз байқап отырғандарындай балалар, егер кескін жоғарғы жағында тұратын болса, ол кескін төңкерілмейді, тура солай беріледі. Егер мына жақта төмен жағына бағытталған болса, онда кескін төңкерілген деп айтамыз, сипаттама береміз балалар. Кескін шын, тең төңкерілген деген кескін болады екен. Келесі балалар бізде, егер дене F пен 2F фокус аралығында орналасса, онда кескін шын, кері және үлкейтілген болады. Кері дегенді болар, төңкерілген деп жасайық, иә? Солай жазып алсаңыздар болады. Яғни денеміз мына F пен 2F-тің кез келген ортасында тұр. Бұндай жағдай болатын болса, шынымен осылай міне параллельді жүргізіп, тура жаңағы линзадан кескін алу ережесі бойынша бас оптикалық оське дененің ең жоғарғы нүктесінен параллель түзу жүргіземіз линзаға қарай. Линзаға барған кезде ол параллель жарық сәулесі сынады да, фокус аралығы арқылы өтеді. Бірінші фокус балар, міндетті түрде бір, екіге өтпейді, бірінші арқылы өтеді. Осылай сызылып осылай түзу болып таралып кетті. Келесі екінші түзуміз бізде бас оптикалық осі О нүктесі арқылы бұлай өтеді.
жарық сынбай өтеді дедік. Осы екеуінің қиылысы нүктесінде бізде кескін пайда болып тұр. Кескініміз үлкейтілген, яғни мына жердегі мына биіктіктен мына биіктігіміз үлкен болып тұр. Егер екеуі тең болса, онда тура болушы еді. Бізде үлкейтілген кескін пайда болып тұр, және төңкерілген кескін пайда болып тұр. Кері десе де болады, және де шын кескін пайда болып тұр. Шын кескін пайда болып тұр. Келесі, тура осылай сызып жазамыз балар. Тура осындай есептер көп келеді. EKF фокуста орналасса, F пен EKF-тің аралығында орналасса, кескін қандай болады деп. Бұны енді жаттап алуға тура келеді, жаттап алсаңыздар болады. Немесе линзадан кескінді алу, жаңағы линзаны сызып жібереміз де, бірден осылай жазсақ та болады балар. Келесі, егер дене EKF фокуста орналасса, онда кескін болмайды. Түсінікті ғой? EKF емес, жай ғана F фокуста орналасса, онда кескін болмайды. Бұны жаттаймыз балар. Келесі, егер дене фокус пен оптикалық центр арасында орналасса, онда кескін жалған, тура үлкейтілген болады. Түсінікті ғой балар? Мына жерде денеміз тұр, кескініміз мына жақтан шығып тұр. Осыған назар аударамыз. Жалған, тура үлкейтілген болады. Шашыратқыш линзадан кескін салу. Шашыратқыш линзадан кескін салған кезде мына жерде дене тұр, мынау дене. Мына шашыратқыш линзамыз жаңа жинағыш дедік, яғни ол жинап көрсетеді, кішірейтіп көрсетеді. Шашыратқыш линзадан кескін алған кезде сол негізгі заңдылық бойынша дененің ең жоғарғы нүктесінен бас оптикалық оське параллель түзу жүргіземіз де, мына жақтағы фокус аралығына қиылыстырамыз. Себебі бұл жерде жинағыш қой балар, шашыратқыш линза жинайды. Мына жерде жүргіземіз де, мына сызықты жүргіземіз. Және де келесі дененің тағы да жоғарғы нүктесінен о нүктесіне қарай сынбайтын сәуле жүргіземіз. Сонда мына екеуінің қиылысы нүктесінде бізде кескін пайда болып тұр ғой, мынау кескін. Шашыратқыш линза әрдайым жинайды. Есімізде сақтаймыз. Және линзаға байланысты балар тағы бір негізгі ұғымдардың бірі линзаның оптикалық күші. D деп белгілейміз балар. Линзаның оптикалық күші дегеніміз бас фокус ара қашықтығына кері шама, 1-дің F-қа қатынасына тең. Линзаның оптикалық күшінің өлшем бірлігі бар балар, ол диоптрия. Толық оқыған кезде диоптрия, қысқартып жазған кезде DPTR деп жазамыз. Немесе ол 1 метрдің -1 дәрежесі. Яғни мына жерде фокус аралығы метрге тең ғой, өлшем бірлігі метр. 1/метріміз бізде метрдің -1 дәрежесі деп жазсақ болады ғой. Сол себепті 1 диоптриямыз 1 метрдің -1 дәрежесіне тең. Бұл туынды өлшем бірлік болып тұр. Келесі тағы негізгі линзаға байланысты негізгі шамалардың бірі балар, бұл G. G дегеніміз ол линзаның ұлғайтуы. Мысалы, жаңа дөңес линза, жинағыш линза дедік. Бұл жерде ұлғаю емес, наоборот, кішірейтіп жатыр. Неше есе кішірейтті. Яғни сондай мағынаны білдіретін ұғым ол линзалардың ұлғайтуы деп аталады. Ол G әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлік неше есе, өлшем бірлігі жоқ, негізінен неше есе үлкен, неше есе кіші дегенді білдіреді. Линзаның ұлғайтуы дегеніміз ұлғаюы немесе кескіннің сызықтық шамасының нәрсенің сызықтық шамасына қатынасымен анықталатын физикалық шаманы айтамыз. Балар, кескіннің сызықтық шамасы деп отырғанымыз мынау биіктік. Мынау кескіннің биіктігі. Кескіннің сызықтық шамасы деп отырғанымыз ол кескіннің биіктігі, өлшем бірлігі метр. Ал нәрсенің сызықтық шамасы деп отырғанымыз мына H қой. Яғни ол дененің биіктігі немесе нәрсенің биіктігі. Яғни ол ешқайдан келген ұғым емес, формуладан қарап та біз ережені айта аламыз. Яғни кескіннің биіктігінің дененің биіктігіне қатынасын біз линзаның ұлғайтуы деп айтсақ болады. Немесе мына кішкентай F-ті білеміз ғой. Кішкентай F дегеніміз линзадан кескінге дейінгі қашықтық. D дегеніміз ол нәрседен линзаға дейінгі қашықтық, яғни осы екеуінің бір-біріне қатынасы G-ға тең болады деген сөз. Немесе балар былай сызсақ болады.
мысалы мына жерде міне жинағыш линзаны қояйық, иә. Міне жинағыш линзаның шартты белгісін сыздық. Жинағыш линза мына жерде дене тұр. Дененің мына жерде дене басқа немен сызайықшы. Мөлшермен сызып көрсетем балар. Денеден линзаға дейінгі қашықтық d. Дененің ең жоғарғы нүктесіне бас оптикалық оське параллель түзу жүргіздік та, мына жерде мысалы фокус аралығы болсын, мына фокус аралығынан біз былай қиылыстырып өткіздік. Және де о нүктесі арқылы міне кескін алу үшін міне осындай түзу сызықтар жүргіздік. Мына қиылысу нүктесінде бізде кескін пайда болды. Так, кескінді міне қызыл сызықпен. Міне балам, мынау кескін. Мынау денеміз. Мынау дене, мынау кескін. Так, енді егер мына формулаларды ұмытып қалған жағдайда, міне Г тең болады F бөлу D, H бөлу, үлкен H бөлу, кішкентай H дегенді ұмытып қалған жағдайда, біз былай мына үшбұрышты қарастырсақ болады. Үшбұрыштарды ұқсас деп қарастырып, есепті шығарсақ болады екен. Мына жердегі мына дененің биіктігі балалар кішкентай H-ымыз, мына үлкен H. Біз мына үшбұрышты қарастырып тұрмыз. Мына үшбұрышпен, ішін бояп қойықшы. Мына үшбұрышпен, мына үшбұрышты біз ұқсас үшбұрыштар дейміз да. Мына араға денеден линзаға дейін қашықтықты D деп белгіледік қой. Ал линзадан кескінге дейін қашықтықты F деп белгілейтінін біз білеміз, де балалар. Сонда қараңыздар, кішкентай H-тың үлкен H-қа қатынасы тең болады D-ның F-қа қатынасы деп мына пропорциядан есепті шығарсақ болады. Немесе керісінше жазсақ болады. Үлкен H-тың кішкентай H-қа қатынасы тең болады кішкентай F-тің D-ға қатынасы. Бұл кезде уже ол G-ға. Мына жерде балалар бізде G емес, кішкентай H-тың үлкен H-қа қатынасы уже ұлғаюға жатпайды. Түсінікті ғой балалар, сонда осылай біз есебімізді кішкене жеңілдетсек болады. Егер G-ны табу керек болса, үлкен H-ты кішкентай H-қа бөлеміз деп есімізге түсіріп алсақ болады екен балалар. Келесі балалар, мынау есеп. Фокус аралығы 4 см. Фокус аралығы үлкен F екен білеміз балалар, міне үлкен F жазып қойдық. Фокус аралығы үлкен F. Линзадан нәрсе 6 см қашықтықта орналасқан дейді. Нәрседен линзаға дейінгі қашықтық D берілген, F-ті тап дейді. Оңай таба салуға болады. Шығару жолмен жазып алыңыздар болар, Келесі, фокус аралығы берілген оптикалық күшті анықта дейді, D-ны анықта дейді. Оны да бір формуламен шығара саламыз. Диоптриямен. Келесі. Жақсы балалар, біздің геометриялық оптикаға түсіндірген сабағымыз аяқталды. Балалар, назарларыңызға рахмет. Пайдалы білім болсын. Әрбір айтылған ақпарат өте маңызды. Мұқият барлығын жазып, берілген үй тапсырмасын шығарып көреміз. Кері байланыс міндетті түрде жасаймыз. Шығарылмаған есептер болса, кез келген уақытта жазамыз, түсінбеген есептеріңіз болса, кез келген уақытта жазып сұрай береміз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.